Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тойымды нан салма тағамының рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір бокал суымызға бір ас қасық тұзымызды қосып, араластырып, оның үстінен бір жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырып, міндетті түрде ұнды илектен өткізіп қосып, қаттылау етіп қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды салфанға салып 10 минутқа тыңдырып қоямыз. Подливаны дайындап аламыз. Ол үшін мен сиыретін майдалап турадым және де пиязды, сәбізді, картошканы видеода көрсетілгендей етіп турап шықтым. Картошканы үлкендеу етіп турай беріңіздер, сонда тамақтың бетінде әдемі көрінеді. Табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып, етті әдемілеп қуырып аламыз. Пиязды, сәбізді, болгар борщын қосып, жақсылап қуырып аламыз. Әрқайсысын бөлек-бөлек 1-2 минуттан қуырып алдым. Үстінен помидорды, томат пастасын және де осы подливамыз батып тұратындай етіп су құйып, жақсылап араластырып, үстінен өзімізге ұнайтын приправаларды қосамыз. Мен тұз, бұрыш, паприка және де универсальный приправасын қосып, жарты сағат қайнағаннан кейін ғана барып картошкамызды саламыз. Және де астын баяу отқа қойып пісіреміз. Қамырымыз тынғаннан кейін оны жайып бастаймыз. Осылайша бірінші қолдың көмегімен әдемілеп жайып аламыз. Кейіннен барып оқтаудың көмегімен шұқалау болғанша етіп жайып шығамыз. Бұл нан салманың қамырын әр өңірде әртүрлі турайды. Бізде оңтүстікте осылай видеода көрсетілгендей кеспе етіп, ірілеу кеспе етіп турап аламыз. Қазанға су құйып, оның үстінен бір ас қасық тұз салып жібереміз. Және де қайнағаннан кейін ғана бағарып, осы кеспелерімізді салып пісіріп аламыз. Бетіне бірінші подливаның суын құйып, осылайша кішкене араластырып жібереміз. Одан кейін ғана барып подливаны салып, бетінен укроппен сәндеп жіберсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де бұл тағамды әр өңірде әртүрлі атайды екен. Бізде оңтүстікте нан салма деп атаса, басқа жақтарда сүзбе нан, май қамыр деп те атайды екен. Сіз өз өңіріңізде қалай атайсыздар? Комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.